Сәлем достар. Бүгінгі бейнероликте мен Голливуд тарихындағы 10 ең әдемі сұлу әйелдерді айтып беремін. Пенелопа Круз 28 сәуірде 1974 жылы Испанияның Алкабендас қаласында дүниеге келген. Пенелопа бүкіл әлемге әйгілі актриса. Өзінің таланты арқылы көптеген киноларға түсіп, жұлдыз марапатына ие болған. Пенелопа тек актриса ғана емес, Голливудтағы ең қажетті модель болып саналады және қайырымдылықпен айналысады. Одри Хепберн 4 мамыр 1929 жылы Бельгияның Брюссель қаласында дүниеге келген, ал өмірден қайтқан жылы 20 қаңтар 1993 жылы. Бой жеткен әйелдердің және қазіргі жастардың нағыз әйел сұлулығының идеалы болып табылады. Одри Хепберн әлемдегі ең танымал актриса болып саналады, ал оның кинокартиналары әрқашан ізгілік пен жан жылулықты сыйлайды. Натали Портман туған жылы 9 маусым 1981 жылы Израильдің Иерусалим қаласында дүниеге келген. Натали қарапайым емес, өте сұлу әйел және өте талантты актриса. Оның ең бірінші киносы өте табысты болыпты, ал 13 жасынан бастап басты рөлдерді ойнай бастаған. Ал қазіргі уақытта әлемдегі ең танымал және табысты актриса және режиссер болып саналады. Кира Найтли 26 наурыз 1985 жылы Англияның Теддингтон қаласында дүниеге келген. 7 жасынан бастап киноға түсе бастаған. Табиғи сұлулығы және актерлік таланты Кираны бүгінгі күнде Голливудтағы ең қажетті актрисалардың біріне айналдырды. Меган Фокс 22 қараша 1984 жылы Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Осындай сұлулық үшін Меган пластикалық операцияға жүгінген, бірақ бұл бізге Меганды 6-шы орынға қоюға еш кедергі келтірмейді. Қазіргі уақытта Меган Голливудтағы 10 ең қажетті актрисалардың біріне жатады, және ол жақсы ана және адал әйел. қараша 1984 жылы Нью-Йорк қаласында дүниеге келген Скарлетт Йоханссон. Оның нәзіктігі мен әдемілігі оны миллиондаған адамдардың ең жақсы көретін әйел адамдарының біріне айналдырды. Қазіргі уақытта Скарлетт ең танымал актриса және қайырымдылық қорымен айналысады. Аты аңызға айналған Мерлин Монро 1 маусым 1926 жылы Лос-Анджелес қаласында дүниеге келген, ал дүниеден қайтқан жылы 5 тамыз 1962 жыл. Әлемдегі ең танымал актриса, нағыз әйел адам сұлулығының эталоны болып саналады. Және оның суреті ең бірінші Playboy журналының бетінде орналасқан. Италияның Читта ди Кастелло қаласында 1964 жылы 30 қыркүйекте Моника Беллуччи дүниеге келген. Әлемдегі ең жарық және ең танымал актрисалардың бірі, және өте сұлу әйел. Қазіргі уақытта Мониканың сұлулығына уақыт еш кедергі келтіре алмаған, әлі де ол ең сұлу болып қала бермек. Анджелина Джоли 7 шілде 1975 жылы Лос-Анджелес қаласында дүниеге келген. Бұлай дегенде біздің ғаламшарымызда 50% еркектер Анджелина Джолині ұнатады, ал қалған 50% оны танымайды десек болады. 3 рет Forbes журналы Анджелинаны ең жоғары ақылы актриса деп танылған. Актерлік карьерасымен қатар ол қайырымдылықпен айналысады, және ол 6 баланың анасы. 3-і туған балдар болса, ал қалған 3-і асырап алған. Өте керемет әйел. Басқа не деуге болады?
Джессика Альба ақштың Помона қаласында 28 сәуір 1981 жылы дүниеге келген. Бұл сұлу қыз біздің рейтингімізде бірінші орынға ие болды. Джессика ғажайып нәзік сұлулықтың иесі. Джессика көптеген сұлулық журналдарында бірінші орынға ие болады. Мысалға Hot 100 және Максим журнал рейтингі бойынша әлемдегі ең сұлу әйел болып табылады. Осымен мен өз бейнеролигімді аяқтаймын. Сізге бұл бейнеролик ұнаса өтінемін, лайк басыңыз, достармен бөлісіңіз және менің арнама тіркеліңдер. Сіздерге рахмет, көріскенше.